Ассалаумағалейкум құрметті қажылар, бүгін сіздерге ихрамды қалай дұрыс кию керек екенін көрсетеміз. Астыңғы бөлігін изар, үстіңгі бөлігін рида деп айтады. Бірінші кезекте астыңғы бөлігін изарды киесіз. Осылай айналдырып аласыз. Қолтықтың тұсына дейін. Сол қолыңызбен қолтықтың астына қарай мына матаны қысамыз. Мына бөлігін бұлай және бұлай қайырасыз. Одан кейін төмен қарай бүктейміз. Бұны кілттеу деп айтады. Кіндіктің тұсына келіп тоқтатасыз. Өйткені кіндіктен төмен қарай әурет ашылып қалмау керек. Енді үстіңгі бөлігін рида деп айтады. Үстіңізге бірінші жамылып аласыз. Бұлай. Сол қол жағыңызды тартып, оң қол жағыңызды шығарып аласыз міне. Одан кейін мына төменгі бөлігін бұлай қалдырасыз. Екінші қолыңызбен, оң қолыңызбен астынан аласыз да үстіңгі бөлігінен ұстап, жоғары қарай лақтырасыз. Дұрыс кию тәсілін сіздерге үйреттік, үйреніп алдыңыз деген ойдамыз. Алла тағала ғибадат қылушыларыңызды қабыл етсін.